Мен Шахметова Балерке 2020 жылы Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетін тарих пәнінің мұғалымы мамандығы бойынша тамамдадым. Бүгінгі таңда нөмірі 8-ші жалпы орта білім беретін мектепте тарих пәнінен сабақ беріп, жас ұрпақтың тарихи санасын қалыптастыру жолында еңбек етіп келем. Мен үшін тарих тек даталар мен оқиғалар жиынтығы емес. Ол ұлттың жадын сақтайтын, оқушыны ойлануға, салыстыруға, әділ шешім қабылдауға үйрететін өмір сабағы. Менің басты мақсатым оқушыларға тарихты құрғақ ақпарат ретінде емес, тірі, мағыналы, тағылымды ғылым ретінде таныту. Сабақтарымда заманауи әдіс-тәсілдерді, интерактивті платформаларды, рөлдік ойындар мен пікірталас элементтерін қолдана отырып, әр оқушының пәнге деген қызығушылығын арттыруға ұмтыламын. Ұстаз ретіндегі ұстанымым үздіксіз ізденіс, кәсіби даму және шәкірт жүрегіне жол табу. Мен әр оқушының бойындағы мүмкіндікті ашып, оны саналы азамат, ел тарихын құрметтейтін тұлға ретінде тәрбиелеуді өз міндетім деп білемін. Осы мақсатта біліктілігімді арттыруға ұмтылып, кәсіби шеберлігімді жүйелі түрде жетілдіру бағытында тұрақты ізденісте боламын. Заманауи білім беру үрдістеріне сай, жаңа педагогикалық технологияларды меңгеруге, инновациялық әдіс-тәсілдерді сабақ барысында тиімді қолдануға талпынамын. Әрбір сабақты оқушының қызығушылығын арттыратын, ойлау қабілетін дамытатын, өмірмен байланысты мазмұнда ұйымдастыруға мән беремін. Үздіксіз даму, өзін-өзі жетілдіру және шығармашылық ізденіс сапалы білім мен нәтижелі тәрбиенің негізгі тірегі деп санаймын.